Сәлем достар, біз бүгін бір жасағаннан дұрыс шығатын блинчик дайындаймыз, яғни құймақ. Ол үшін сіздер менің каналыма тіркеліп, подписка жасап өтіңіздер және лайк басып қойыңыздар. Өте керемет шығады. Мен барлық описанияға керекті заттардың барлығын граммен қалдырамын. Сол бойынша жасасаңыздар, сіздерде өте керемет шығады. Міне қараңыздар, 2 жұмыртқаға шекерді араластырып, венчикпен жақсылап шекерді ертіп аламыз, араластырып. Одан кейін келесі этапқа көшеміз, яғни сүтімізді дайындап қоямыз. Жақсылап араластырып болған соң үстіне сүт құямыз. Міне сүтті де жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұн және де ұнмен бірге міндетті түрде кішкене разрыхлитель қосыңыздар. Разрыхлитель қосылған блинчик әдемі тәтті болады және де виді күшті болады. Бұл блинчикті пісіргендегі ең бір күшті секреті, құпиясы ол қайнап тұрған, сықырлап қайнап тұрған қайнаған суды құясыздар. Міне осылай, сұйықтығы осындай болу қажет. Содан кейін жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай пісіресіздер. Міне өте тор жаңағындай ажурный блинчики болады. Қараңыздар. Біздің жасаған блинымыз дайын. Міне осындай жұқа, ажурный тесік болады. Сіздер жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап өтіңіздер.